Түркияда жер сілкінісінен кейін негізі тревожный чемоданчик болған кезде көп адам аман қалатын еді деп мен де естідім негізі Түркияда. Неге сен күн суық болды, киімдер болмады, тамақ судан кейін су тапшылығы болды, обезвоживаниядан өздері жаңа завалдан шыққан адамдардың өздерінде дәрі дәрмек бәрі енді больница, аптека, поликлиника бәрі жер астында қалды ғой. Сол кезде келген волонтерлар аз болды, қаншама адам шығарып даже өздері заранее шыққан адамдардың өздерінде қолдарында ну ешкім білмейді ғой, тревожный чемоданчик болған жоқ. Сонымен айтарым, заранее тревожный чемоданчик дайындап қойса, ішіне 3 күндік жаңағы суымен, дәрі дәрмегімен, жылы киімімен, сол кезде 3 күннің ішінде әйтеуір бір бала шағана тамағын беріп, жылы киімін беріп, ә, пока жаңағы үкімет келгенше или көмек келгенше шыдауға деймін да. Менің ойым сол. Тревожный чемоданчик дайындап и заранее айту керек. Қалай сол ситуацияда не істейміз деп. Халыққа айтарым, негізі мына климаттық апаттар күшейіп келе жатыр ғой. Соны халық кішкене зерттеп, өздері ойланса, ары қарай қарап, мына неліктен болып жатыр. Сол кезде кішкене түсінік кіре бастайды. Біздер алланың болғаны ғой, халық бәрімен біргеміз деп жүре бермей, кішкене ізденсек,